Ұрықтың дамуы. Бүгін сіздерге бұл видеода ұрықтың 5 күн ішіндегі дамуы жайлы айтатын боламын. Видеода жұмыртқа клеткасын анық көре аламыз. Ол эмбриоскоп арқылы түсірілген. Мұнда жұмыртқа клеткасының ұрықтануы және клеткалардың бөлінуі көрсетілген. Бұл жаңа эмбриоскоп. Бұл видеоны ғалымдар ұзақ уақытқа дейін жасауға тырысқан. Және көріп тұрғандарыңыздай, бұл клетканың бөліну процесі. Ұрықтану барысында клеткалар пайда болады. Бұл бөлінудің бастамасы. Белгілі бір уақыт өтті, ұрық клеткаларға бөлінді. Бұл жұмыртқа клеткасының сыртқы қабықшасы. Ол қалың клеткалық құрылым. Ал қазір біз клеткалардың одан әрі бөлінуін бақылайтын боламыз. 3 күн өтті, және де көріп тұрғанымыздай, клеткалар шамамен бірдей. Бұл ұрық өте жақсы дамып жатыр. Клетканың үздіксіз бөлінуі нәтижесінде олардың сыймай жатқанын көруге болады. Бұл клеткалар кейін бір-бірімен байланысып, бір тұтас жүйені құрайды. 5-ші күн өтуде ұрықтың қазіргі түрі осындай. Көріп тұрғанымыздай, ол тағы да өзгеріп жатыр. Осылайша бластоциста қалыптасады. Бластоциста бұл 5-ші күндегі ұрық. Осы кезеңде ұрық жатырға өте бастайды. Бұл бластоциста, ал мұнда клетка ішілік масса орналасқан. Бұл клеткалар болашақ сәби. Біз сыртқы клеткаларды көріп тұрмыз. Олар күмбез деп аталады. Кейіннен олар орталыққа айналады, ал ішкі бөлігі флюидті қуыс деп аталады. Бұл ұрық сырт көзге өте жақсы көрінеді. Ол жатырға қарай жылжып, болашақ нәрестеге айналады деген үміттемін.